Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің үй жақта осындай үйлер салып жатыр. Бәрі-біріңізге үй жұғысты болсын. Қызымды садикке апарып тастап келе жатырмын. Дала күн күшті, прогулка. Қалдарыңыз қалай? Бүгін бір семинарға барамын. Соны түсіретін боламын. Күміс су, алтын судың, сулардың нәтижесін көріп жатырмын. Ұйқым қанып, бұрын ұйықтап тұрғанда басым ұйықтамай тұрған сияқты, демалмаған сияқтымын, таң тез атып қалған сияқты, сондай болатын тұғын. Қазір деген бір көп ұйықтаған адам сияқтымын, таңға 7-тен кейін уже ұйқым келмейді. Бұрын 5, 6, 7-те тұру маған қиын тұғын. Қазір бір түрлі кәдімгі күнде бір неден спа салонынан шыққан сияқты бір демалып тұрып жатырмын ғой, күшті. Күнде жұмысқа барсам 7-де тұрамын. Қазір отпускіде болсам да 7-де тұрамын. Енді білмеймін, нәтижесі өте күшті, бір түрлі өзіме күшті әсер алып отыр осы сулардан. Егер де осы сулардан не де ішемін, қай жерден алу керек десеңіздер, маған комментарийға жазыңыздар. Нөмірімді беремін, сол жермен хабарласамыз, жақсы ма? Енді күшті нәтиже болып жатыр. Мен өзім андай көп нәрсеге сенбейтін адамын. Бір жерің ауырса бақсы, балгерге барып, немесе бүкіл нені анау-мынау айтқан адамдардың несін іше беретін адам емеспін. Көп нәрсеге сенбейтін тұғымын. Енді осы жолы қатты басым ауырып, жаныма батқасын, осыны мамам нәтижесін көргесін, мен де шем болды дедім. Сонымен шөптен нәтиже көріп жатырмын. Өзім қатты жөтеліп ауырғанмын. Сонымен кәдімгі аптекада сатылатын шөпті тұндырып қайнатып іштім. 2 күнде жөтелім басылды. Одан кейін қазір жолдасым, балам жөтелді. Соларға да бүгін 3-ші күн беріп жатырмын. Уже қақырық шығып жатыр, сап-сары деп жатыр. Алдында сухой кашель болды, мұрнынан су ақты, бас ауырды. Сондай нелер болған. Енді грипп деген өзі қазір жоқ дегенде, бұрын 5 күн жүретін еді, қазір жоқ дегенде 2 апта жүретін болды ғой. Еще қазір грипптер коронавирус сияқты андай асқынып кетеді. Пневмония болып кетесің, бронхит болып кетесің. Сол үшін тезірек емделіп шығу керек. Тез. Сондықтан шөптердің пайдасы өте мол. Кәдімгі 260 теңге тұратын аптекадағы шөп. Атын ұмыттым, қазір үйге барғасын сүрмесем. Сол енді сол шөптің нәтижесі керемет. 3 күннің ішінде сразу қақырығын шығарып, жөтелері басылып, сөйтіп тыныс жолдарын ашады. Соны ары қарай воспалить етпейді. 3 күннің ішінде тоқтатады. Біз терапия ішеміз, анау-мынау тағы нешетірлерді ішеміз ғой. Сол дала деген аппақ қар күшті. Сол енді сулардан сондай нәтиже көріп жатырмын. Сол шөпті ішіп, өзім жөтелім басылды. Обычно мен антибиотик алмай, 5 күн антибиотик алмай жазмайтын тұғым. Мына шөпті ішіп, прямо енді күшті нәтиже көрдім. Содан кейін шөпке сенетін болдым. Обычно біз қазақтар шөп ішпейді екенбіз ғой, Басқа ұлттарда мысалы шөппен емдеу, сондайлар бар ғой. Бізде шөпті көп дәріптемейді екен. Әлде дәріптеп жатса, мен көрмей жатырмын ба, білмеймін. Короче, мен сондай шөппен емделуге шештім. Сулармен, шөптермен. Егер де сіздерде сөйтіп мұрындарыңыздан су ағып, жөтеліп, не істеп тұмауратып жатсаңыздар, сол шөптің несін айтайын, атын айтайын, комментарийға жазып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің немді көтеріп тастаңыздар, рейтингімді көтеріп тастаңыздар, рекке шығайын. Көп рахмет сіздерге. Сол каналым кішкене азақ қалды, 1000 подписчикке жетуге. Менің каналыма қосылып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.
сау болыңыздар. Бүгін семинарға барған кезде семинар түсіретін боламын.